Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша облыстың барлық мектептерінде кәмелетке толмаған балалар үшін құқықтық оқыту жүргізілуде. Тәртіп сақшылары оқушыларға құқықтық жүйе туралы тереңнен түсіндірді. Аймақтың тәртіп сақшылары шаһардың білім ордаларына бас сұғып жеткіншектермен түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Негізгі мақсаты жастар арасында құқықтық сауаттылықты арттыру. Бұл жолы полицейлер Шапық Шокин атындағы мектеп гимназиясының оқушыларына құқықтық сабақ өткізді. Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмасына сәйкес ішкі істер министрінің және ішкі істер департаментінің бастықтарынан бұйрығына сәйкес әр мектепте 346 мектеп облыс бойынша біз құқық тәртіп бойынша оқу сабақтарын өткізіп жатырмыз. Енді біз мына 9-шы мектепте мен өзім келдім. 9-шы мектепте ең бірінші бастағанда қауіпсіздікті қарадық. Қандай бізде бейнекамералар орналасқан, қандай бізде күзет қазір күзет саласылар қандай қызмет жасап жүр. Потом одан кейін міне оқушылармен кездесіп, оларға құқық тәртіптер бойынша сабақтарын өткіздік. Мамандар ұсынған ақпаратқа сүйенсек, жыл басынан өңірде жасөспірімдер жасаған 30 қылмыс тіркелген. Былтыр 35 заң бұзушылық анықталыпты. Статистика біршама төмендеген, дегенмен тәртіп сақшылары балалар қылмысының алдын алу шараларын күшейтеміз дейді. Өткен жылмен салыстырғанда биыл кәмелетке жасқа толмаған балалармен 30 қылмыс тіркелді. Былтыр 35 болған. Енді соны азайғанына биыл енді азайды, бірақ енді әр қылмыс кәмелетке жасқа толмаған балалармен енді ол біздің айтады ғой, біздің қызметімізге зиян келтірді. Одан кейін біз енді бүкіл қызметте жүрген, саласында жүрген полицейлер сол жұмысты жасайды болатын деп айтады. Шара соңында тәртіп сақшылары оқушыларға құқықтық жүйе туралы тереңнен түсіндірді. Алдағы уақытта аталған шаралар өңірдің оқу ордаларында әрі қарай жалғасын таппақ. Ақмаржан Қалымбек, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.